Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге сол баяғы Айдос. Дәл қазір мен Алматы 1 вокзалындамын, Алматы қаласындамын. Дәл бүгін менің жанымда тұрған нөмір 43-ші Алматы Қостанай пойызымен Алматыдан Астанаға жол жүргелі жатырмын. Сапар мақсаты Астана қаласына фестивальге баратырмын. Не фестиваль екенін жолда айтатын болам. Бір күн, яғни 24 сағат 26 минут сапарда боламыз. Менің вагоным плацкарт, осындай ресейлік вагон. Мынау енді Ақтөбенің пойызы келді, дәл қасымызда. Мен негізі орналасып қойған, жайғасып болып барып шығып отырмын. Өйткені адам өте көп, пойыз жүргеніне жарты сағат бар, әлі де жолаушылар келіп жатыр. Ерекше сапар болады деген ойдамын. Негізі Қостанай Алматымен бұрын сапар болған, бірақ ол сапар сәл ыңғайсыз жағдайларға байланысты дұрыс шықпай қалды. Бұл жолы қызық сапар болатынына уәде беремін. Кет жалғастырамыз. Қазір ішін көрсетейін сіздерге. Орынға жайғастық, жүрдік. Ертең 24 сағаттан кейін Астана қаласында боламыз. Сапарымыз басталды, бісміллә деп бастаймыз. Өткізбей қарап отырыңыздар. Қазір мен реттеліп қоям. Қай станциядан кейін қай станция, қанша минут тұрады, қашан келеді, қашан жүреді. Одан бөлек өзім тайм-код істеп қоям. Сол арқылы көре аласыздар. Мынау терезенің несі нашар болып тұр ше. Кейпі кір-кір болып тұр. Ей-бей болып тұр. Жақсылап қарап алыңыздар. Так, жүргенімізге бір сағат болмады. Бірінші аялдамаға келдік, Шамалқын станциясы. Мен енді ғана біттім, жайғап ше. Менің орным осындай боковой орынға түсіп қалды. Өкінішті, бірақ қуанышты. Кеттік. Шығып кетейік еді алға шығып. Шамалқынға келіп тоқтадық, бірақ жолаушылар мініп түспейтін болғандықтан. Енді Алматыдан қазір шықты ғой, ешкім мініп түспейтін болғандықтан жол серік есікті ашқан жоқ. Келесі жол Шамалғанды жақсылап көрсетемін сіздерге, Ал біздер Шамалғаннан кейін, қателеспесем, Отар станциясы. Отарда кездескенше, оған дейін, Отарға дейін бір орнымды көрсетіп тұрсайын, мен көрсетедім сіздерге. Осылай кіресіз, кірген бетте. Мына орын, менің орным. Өзінің бір комфорт жерлері бар, енді жамандай бермей. Жақсы жерін іздегенде бір күн жататын жеріміз осы жер. Әлі адамдар толық жайғаспады мінекей. Отарға келдік. Түсейін деп жатыр. Мына жерде ме? Мына жерде ме? Есігі айырына шалады. Дүниенің кеңдігін дейді. Дүниенің кеңдігін плацкарттың боковойына жатсаң түсінесің дейді. Сондай болдық қой. Бірақ қатты ұйықтап қаптым ше, жаңа Шамалғаннан шыққаннан осы жерден ұйықтап келдім. Күшті. Әлі өзім түсірмеппін ғой. Бастау қалып бері ше. Текстті түсіріп алдым ғой тәуір. Өзім түсіріп қойын арасында, Так, Отарға сәл қалды. Отарда тұру уақыты 31 минут. Қазақстанда ешқандай пойыз, Отарға өтетін ешқандай пойыз бұнша көп уақыт тұрмайды. Білмеймін, бұл жомарт сонша бәрін тоқтай береді. Отарға келдік. Нандай киіммен шығып кете саламын ғой, бәрібір ғой. Кеттік. Локомотивті көрініп отыр мен. Қандай локомотив тіркеп баратқаны қызық маған. Сол локомотив түсіріп жіберейін қазір. Осы локомотив қазір бізді Шуға дейін алып барады. Шуда қателеспесем локомотив ауысады. Ауыспауы да мүмкін. Бірақ локомотив мына жерде емес, ана басында болады қазір Шудан кейін. Түсінікті болса сіздерге, 0056 дейді. Кеттік. Ана аяқта негізі тіршіліктің бәрі ана аяқта ғой, дүкеннің бәрі. Мен мына аяққа кетіп қалыптым. Сол аяқты көріп қайтайын. Отардың вокзалын толықтай бұзып тастаған. Жаңасын салып жатыр. Қазір соны көрсетейін. Сөйтіп тиктокқа салып қойайық. Кесіп. Қар бар, қандай суық жоқ ше. Әлде мен ыстық жерден келгесін сезбей аттям ба.
сезбей жатырмын ба. Сәл көбірек жүрсем жаурайтын сияқтымын ғой, ә? Жайлап суық кеп отыр. Мынау орта жағына келдім. Мынау ғимарат мінекей. Отардың вокзалы. Қазір енді бұзып тастап, толықтай жаңасын салып жатыр. Мына жерде бұрын кәдімгідей адам өтетін жер болған. Мына жерден былай өтіп кететін, вокзалға кіріп кетуге болатын. Қазір жөндеу болып жатыр. Уақытша вокзал ана ғимарат мінекей. Неғып жарты сағат тұратынын түсінбедім. Отар қатты үлкен жер емес. Енді ар жағында Отар өзі ауыл шағын болса, ар жағында үлкен әскери қалашық бар, гвардейский деген. Ол жерде енді ылғи андай әскери адамдар жүреді. Өткен сайын байқаймын әскери адамдар жүреді. Сосын осы жерге жаңағыдегі әскери борышын өтеуге келген туысқандарым да көп. Сұрасам болды, әйтеуір Отар десе, ей деп қалады. Кеттік өзіміз жаққа барайық, иә. Көп жүре берсең де жарып қалады екенсің. Басында майым қайнап шыққан ғой далаға. Мына ғимарат екен ғой міне. Так, дежурный по вокзалу, билетный касса, зал ожидания. Осы ғимарат қазір вокзал болып тұрген. Мынау біздің пойыз. Осындай вагондар арасында кездесіп тұрады. Мына вагондар ескі. Мынау кәдімгі плацкарттардың барлығы жаңа. Мына жерде Айжігіт деген дүкен бар. Андай Отарда тұрып кеткен адамдар бар шығар осы жерде. Бұрын Отарда тұрған, өмір сүрген адамдар. Солар көрсе өте андай ыстық көріністер да, осы көріністер. Мен оны түсініп, әр станцияны өйстіп түсірем да, өйстіп. Кәдімгідей мынандай бар деп. Қолдап отырыңыздар. Так, тағы не бар не? Енді осының жаңағыдегі брусчаткалары. Ертең осыны төсет, Алла қалса, күн жылса. Мына жерде кім бір тұлғаның ескерткіші тұр, көре алмай тұрмын. Айжігітке кіріп гариласаңыздар болады, гарил арзан дейді. Есен аман келіп алдық өзіміздің вагон жаққа. Ең басымыз. Қанша вагон бар екен санамадым ше. Сәл жүрсем шаршап қалатырмын ғой, білмеймін ғой. Ұйқынан енді тұрғансың ба? Адамдар сұрап жатыр екен, билет қайдан алдың, қаншаға шықты? Билет 9000 теңге, бірақ мен Freedom арқылы алдым. Freedom арқылы алған кезде бір кэшбэк береді. Кэшбэк ол бірден түспейді, ол андай бонус болып түседі. Бонусты теңгеге айналдырып аласыз бірден сондай. Сол арқылы алған кезде, мысалы 9000 билетті 8000 теңге шықты. 8000 теңгеге Астанаға бір күнде жүріп бару өте күшті ғой. Түркістанмен барғанға бірдей. Түркістанмен бағасы бірдей, иә. Бірақ қазір Түркістанда жандап кетті. Түркістанға 6000 теңге болып кетті. Мен бұл жарнама емес, өзім қалай алғанымды айтып беріп жатқанмын сіздерге. Freedom'нан кіріп ала беріңіздер. Біреуге Каспий қолайлы, біреуге халық, біреуге Freedom. Әркімге өзіне қолайлы жер бар. Мен ғана өзіме сол қолайлы болды. Неғыша ішке кірейік, иә. Көп аяқты да ойлау керек кішкене. Әлі жап-жас боламыз ғой. Әлі жүруімізге 15 минуттай бар екен ше. Ерте кіріп алдық. Өйткені жүре берсең жарай бересің. Одан да іште жатайын, иә. Жалғастырамыз. Бізде келесі станция. Ол да Жамбыл облысында. Жамбыл облысында ең ірі станция Шу станциясы. Тұру уақытты ол жерде 40 минут. Шуға бір 2 сағатта келеміз. Ендеше сапарымызды жалғастырамыз. Кеттік, Шуда кездескенше. Өзімнің төсегінде жатайын да, иә. Жылы плацкартта. Дискотека отыр. Ал құрметті көрермендер, біз Шуға келіп қалдық. Жамбыл облысы Шу ауданы Шу станциясы. Осы сапардағы ең ұзақ тоқтайтын станция Шу станциясы деген 40 минут. Неге? Өйткені пойыздың басы ауысады. Былай қарай кетіп баратқан пойыз, яғни оңтүстікке қарай кетіп баратады да. Енді Шудан былай қарай солтүстікке қарай жүреді. Енді солтүстікке қарай жүру үшін оның басы ауысады. Солтүстікке қарай мынау Сарышаған, ары қарай кете береді. Шығанақ, Мойынты, Ағадыр, Қарағанды, Астана. Осылай. Шуда әттен сүрейін деп тұрып.
керек жарақ мынауларын да алып алған ояқтан да. Сосын әдемі ұйқы. Міне келдік. Шудың жарықтары. Жалғастырамыз. Шуға келдік ал достар. Жамбыл облысы Шу ауданы. Қазір енді локомотивті алып тастайды. Оны ана басына тіркейді. Келген жерімізбен кері қайтамыз да, бірақ бұрылып кетеміз былай қарай, Астанаға қарай. Солай болады. Мінекей. Өткенде тальголар жайлы шығарғанда айттым айтпадым ба? Кей тальголар негізі бұрылып кетеді бірден. Тоқтамай. Енді бұлар енді жолаушыларға арналған пойыз болғандықтан солай енді. Шуға тоқтап, халық жинап, аяқтың саудасын қыздырып, жақсы ғой негізі. Горилла бар екен. Дүкен көріп қайтайын деп мына жаққа аралап шықтым. Мінекей, мына жерде дүкендер бар. Ана орталарда арзандау дүкендер бар. Кішкене адекватты бағаға аласың да, максис шайды бір 600 теңге, 700 теңгеге аласың да. 800-900-ға алмайсың да максис шайды. Қырғыр максис шайды ішпесек жүре алмайтын болып қалдық қой. Андай жеңіл аяқ киіммен, жеңіл киіммен шығып кеттім негізі, көп жүрмейтін болғасын. Бірақ негізі жылы киім жүріңіздер, әлі қыс, әлі салқын бұл жақта да. Қар жоқ екен. Жаңағыдай отарда әжептәуір қар бар тұғын. Ана жердегі магазиндерге көп шығайын. Құлпар тальго пойызы келді Шуға. Мен бірдеңе байқап қалдым. Біздің локомотив ауысыпты. Басқа локомотив тіркеп қойыпты біздің пойызымызға. Жаңа Алматыдан шыққанда басқа локомотив тұғын. Қазір басқа локомотив. Қай бағыт екен білемадым, білмей тұрмын. Жазылып тұрған жоқ достар. Айтам, бір көріп ағасын. Меніңше Алматы Шымкент болу керек. Міне. Алматы Ташкент пойызы. Осы сияқты тальголар жайлы шығарылым істеген мен алдында. Көрмесеңіздер, көріңіздер. Астында тұр ол. Алматы міне осындай вагондар жайлы түсірген мен. Кеттік. Ана отырған аңызға айналған локомотив қазір енді өте аз қалды деп айтсақ болады. Көп көрмеймін енді. Мен жақта, Алматы жақта олар өте аз. Атын да ұмытып қалғанымша. МК ғой. ЕКТ МК-10 ба, сондай моделі. Так, өзімнің вагон жағым емес, басқа вагон жақтамын. Қазір басқа вагоннан кіретін боламын. Астанаға баратқан достарым бар вагонға кіретін боламын. Астанаға не үшін баратқанын айттым ба, айтпадым ба? Маусымалша фестиваліне баратырмын. Жайдарман ойнаймыз Астанаға барып. Жайдарман жастық шақты жаңғыртатын ойын. Осылай кеттік. Жалғастырамыз. Қазір айтам қай вагон екен? 14 жоқ 16 вагоннан бірақ шықтық. Локомотив ауысты. Қазір біз былай қарай жүреміз. Жаңа біз былай қарай жүрдік қой. Енді қазір былай қарай жүреміз Астанаға қарай. Мына жерде сызып берейін ба ше? Қара. Мынау Алматы. Мынау Шу. Мынау Астана, иә? Так, мына Алматыдан бүйтіп басып шығады. Енді былай қарай ары қарай кетсе оңтүстікке тұрады. Сол үшін басын ауысады да былай солтүстікке қарай Астанаға қарай кетеді. Картамен түсіндіріп шығасың ба? Карта деп қойғандайсыз. Тақтамен ба? Тереземен. Солай достар, қазір түннің берекесін алмаймыз әдеттегідей. Жүрдік па, жүрмедік па әлі? Дым көрінбейді мына терезе. Мынада бірдеңе бар екен қайта. Келесі станциямыз Қарағанды облысы. Маған қайырлы таң, сіздерге не болатқанын білмеймін. Біз Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадырға келдік. Камерадан емес, терезені қараңыздар, осындай болып тұр. Барлық терезе осындай.
өкінішке орай енді қыс болғасын, қыс ауасы болғасын. Бұл пойыздар енді бүйтіп сыртын жуып жатпайды. Жуғанмен де бұлар бәрібір көмір жағады. Бәрібір осылай болып кетеді терезесін. Қазір өз уақытынан бір кешігіп отқан сияқты ше, сәл-пәл. Кестеге қарап қалсам сәл бір 5-10 минутқа ма кешігу бар екен. Ағадырда тұру уақыты 25 минут дейді. Түнгі уақытта басыммен ұйықтадым деп айтсам болады, басыммен кіріп кетіп қандай. Тым сезбей ұйықтадым деп айтсам болады, жақсы ұйқы. Оның алдында жолға шығар алдын түнде ұйықтамағам ғой мен. Кішкене ақша істегем, бүйткем, ары бері жүргем. Соның шаршауы шығып жатыр. Пойызда ұйықтаса ғана тез жетесің ғой негізі жететін жерге. Давай жалғастырайық. Келдік ал. Ағалардамыз. Мен мынандаймен шығып кетіп едім, ештеңе етпейтін шығар енді қазір көп жүрмеймін. 10-15 минут жүріп қайтадан кіріп кетемін. Негізі Ағадырда суық. Минус деп тұр. Қазір көре алмадым, -5, -7 сондай аралықта. -10-ға бармайды. -10 сәл енді басқа жылы болады ғой. -10-да бүйтіп жүре алмайсың ғой. Шортикпен, камажбен. Жел бар екен андай ызғырық. Ағадыр Ағадыр бақыт мекені дейді. Бұл жерде де жөндеу жұмыстары болып жатыр. Өткенде ғана түсірдім айтпақшы. Өткен блогты кім көрді, кім көрмеді. Соны көріңіздерші, негізі соны андай айтыла бермей. Негізі Ағадыр аудан орталық емес, бірақ кәдімгідей үлкен қараңызшы. Үлкен үйлер бар, инфраструктура жақсы дамыған, көліктер жақсы, пойыздар күні сайын келеді. Тоқтаған емес, андай кризис болып қалған емес та бұл жақта. Темір жол өлмейтін сала ғой енді. Қатып қалдым ғой. Кіреміз ғой, не істейміз? Рахмет. Ақшам болса алатын ем ғой, ақша жоқ қысып. Кеттік, келдік вокзалына. Шыдай алмадым, оқым. Жан керек. Өте суық екен. 7 градустың өзі 12 температура емес, айттым ғой. Кіріп кеттім, бай. Ағай жүре алмайым. Кеттік, өзінің вагонына осы жермен қайтайшы. Ана жақпен жүргім келмей қалды. Қолым үсіп қалды. Міне, көріп алыңыздар, жақсы. Бұйырса енді жазда тағы келеміз. Сол кезде көреміз қалай өзгергенін. Бірақ жаман емес қазіргі кейпіде. Бұрынғы қарағанда жақсы. Жалғастырамыз. Жылынып алып кіріп, ойнайтын суық емес, мынандай жеңіл киіммен шыға салып, тұрпан аяғы бар, тұрпан қасым ғой. Қол деген қат қойған ғой. Не дауыс та? Түсінбедім. Бізде келесі станциялар, ары қарай енді Қарағанды облысының ішінде жүрміз ғой енді. Келесі бізде Жарық деген станция. Босаға деген станция. Босағадан өтіп кеттік, ол бізге Ағадырға дейін Нілді деген станция болу керек. Бір 2 минут тұратын станциялар бар, одан кейін барып Қарағанды жолаушылар станциясы. Ол жерде 44 минут тұрады. Жоқ, 41 минут па сондай. Негізі ең ұзақ тұратын шудан кейін Қарағанды ғой сол. Арасы минут қана негізі, 2-3 минут қана айырмашылық бар. Әйтпесе екеуіне де көп тұрады 40 минут. Локомотив ауысады, үйтеді. Үлкен станциялар ғой. Кеттік, мен әлі өз вагонға жеткен жоқпын әйтеуір. Вагон үшін мен рөлеп жетіп алайын еттім. Кнопка істемейді екен. Жетіп абайлаңдар. Өшіреді ғана камераны. Чүк әлі жүрмедік.
мынандай жерде ұйықтап жатырмын. Жаңағыдай бүктеліп ұйықтап отырмын ше. Мынау да кедергі болып, мынаны үстіне мынандай қойып тастаған, оны қоя алмайсың сумкаң. Жерге қоя алмайсың, бұның ішінде заттар бар. Бағалы заттар бар ішінде. Жатырмын өйстіп. Жеңілдігін берер енді. Жеңілдігі болар енді, не болса да. Шыдап жатырмын осындай жағдай. Жаман шыдамдымын ғой мен ше, жаман шыдамды адаммын ғой ше. Терезе көрінбейді ғой маған ше. Қарағандыға кірдік. Қарағанды қаласы. Барлық терезе осында. Тым көрінбей. Барлығында осындай көрініс. От молаң үстініп бардық. Орыс мол екен. Сол Қарағандыға кірдік, бірақ әлі орталыққа жақын емес жердеміз ше. Шет жақтағы жерде деміз. Дача, Дима, сондай жердеміз ше. Дәу-дәулер енді келіп жатыр ғой мына. Сәл кешігу бар екен ағайын. Ештеңе етпейді. Ең басты Қарағандымыз. Девочка из города. Geldik. Adamlar tutsun, sonuçta ben de tutuyorum. Geldik al. Қарағанды вокзалы. Жон, адамдар қараңыздаршы, мынаяқтады. Өте көп адамдар түсіп жатыр. Мен айтайын, вагонның жартысы түсіп қалды біз мен мінген вагонның. Продолжается посадка на скоростной электропоезд с сообщением Караганда-Нурлушов. Электропоезд находится на 4-м пути. Выход к электропоезду происходит. Осылай түген аралап қайттым. Әдеттегідей бұл жерде де қымбат екен қатты. Бірақ Қарағанды қаттырақ қымбат келеді ше, басқа қалаларға қарағанда. Ауыл жерлерге қарағанда білмеймін не екен. Құрметті көрермендер, Қарағанды жайлы бір шығарылым көргілеріңіз келсе, өткен шығарылымға өтіңіздер. Қарағанды жайлы шығарылым болды, Алматы Қарағанды деген. Соны жақсылап көрсеңіздер. Көп нәрсе айттым Қарағанды жайлы. Ішін көрсем вокзалдың? Көрсін жүрейік, күнде өткен жоқпыз ғой. Мынау ең басты шығатын жер. Кесте. Мына жақта күту залы, ар жағында күту залы. Ана жерде күту залы, одан кейін кофе залы бар. Кофе ішетін жер бар. Кофе қандай еді? Global Coffee деген. Так, астында 2 туалет бар. Мынау Қарағандының мынау бейнесін көрсететін нелер. Картина дейміз ғой қалай. Мен 65 дегенге мінсеңіздер политехқа барады. Бәрін білесің ғой. 107-ге мінсеңіздер Теміртауға барады. Ана жерде машина жасау колледжі бар. Қазір 10 минуттан кейін Қарағандыдан жүреміз, құрметті көрермендер. Кішкене тағы да көріп келдім, арзан жерлер ше. Анау неге қарай бұлай? Неге қарай шықпасаң ше, арзан дүкен жоқ мына жерде ше, мынау. Бұқар жауға қарай шықпасаң. Достар, келесі станция Қарағанды Сұрыптау, яғни Қарағандыдан ауыстырмаймыз. Келесі станцияда Қарағандыда боламыз. Сәл уақыт салып, қайтадан Қарағандыға келдік. Қарағанды Сұрыптау. Орысша айтсақ, Қарағанды сортировочный. Қазақшасын көбісі айтпайды негізі, бәрі сол. Орысшалап кеткен. Сортировка. Мынандай үйлерде тұрып отырған адамдар, я.
Анау ғимарат екен. Қазір жүрген кезде көрсетем. Сол жерде жөндеу болып жатыр екен. Қарағанды сұрыптау. Негізі қызық нәрсе дейін ба? Жолдың мына тұсында, яғни ана жақтан келе жатқандар пойыз осы жерге тоқтайды да, Астанадан келе жатқан пойыздар арғы бетінде тағы вокзал ғимараты бар. Сол жерге тоқтайды. Андай қызық. Ерекше ғой өздерінше. Өйткені бұл жер негізі жүк пойыздарын қабылдауға арналған станция ғой. Сортировка деген ол жүк вагондарын былай реттейді, сұрыптайды. Мынау Нәқа барады, мынау Москваға барады, мынау Новосибирскке барады, мынау Астанаға барады деп. Вагон, жүк вагондарының состав құрамын осы жерде құрастырады да, мынау Нәқа барады деп. Әйтпесе ол құрастырмаса бардак болып кетеді да, ол араласып, бір-бірімен бүйтіп жабысып. Сол үшін неткен станция ғой ол. Қарастырылған станция ғой. Сортировочный горка деген бір ар жағында. Енді Қарағанды үлкен болғандықтан осы жүктерді сұрыптауға үлкен осындай аумақ беріп қойған да станция. Бөлек өзі. Қарағандының жолаушылар станциясынан бөлек станция да бұл. Сондай. Негізі барлық жерде бар ондай сұрыптау, сортировка деген нәрсе. Бірақ Қарағандыда енді кең көлемде да. Оңға кірейік. Жаурадым. Жүріп қая. Бірақ алдымызда Астана. Достар, тамбурда темекі шекпеңіздер. Мүлдем шекпеңіздер. Бейне бақылау камерасы бар. Түсіп қаласыздар. Болды көреді да бытыштарың шығады. Айыппұлға ілінесіздер. Қазір мына жерде вокзал ғимараты бар екен. Мен енді байқап жатырмын. Жаңа жарып қалдым. Міне жөндеу жұмыстары отыр. Сосын жолдың мына бетінде де, темір жолдың мына жақ тұсында да тағы вокзал ғимараты бар. Осындай қызық істеп қойған. Ендеше жалғастырамыз. Бізде келесі станция қалай айтса екен, соңғы емес, соңғының алдындағы станция. Ақмола облысы Аршалы ауданы, Аршалы станциясы. Бұрынғы Вишневка. Вишневка деп айтады екен халық көбісі. Негізі Аршалы деп ауысып кеткен екен. Солай. Аршалыда жарты сағат тұрамыз. Аршалыдан кейін Астана 1 біздің соңғы станциямыз. Осылай. Арнадан алыстамаңыздар. Мына жерде көрінбейді, мына жақта көрінбейді. Бір дұрыс сұрамадым терезеден ше бүгіндікке. Мынау Қарағандының міне. Мына жақтың бәрі Қарағандыға қайда, бұл жақ бір бөлек қала, бөлек жер емес, кәдімгі Қарағандының іші бұның барлығы. Қарағанды негізі үлкен кәдімгі. Миллион халық тұратын агломерациясы бар. Теміртауда бәрі жүр. Мына жанындағы шахтинсі бәрін қосқан кезде бір миллиондай адам тұрады. Бірақ бұрын бұдан да көп болған, кейін енді СССР тарап кеткеннен кейін көбісі ауылдардан қайтып кеткен ғой. Содан азайып қалған сәл. Кеттік. Ал көріңіздер, біз ең соңғы мынаның ар жағында жаңағы электровоз ба, локомотив көрініп тұр, бірақ өте алмадым. Жаңағы өткізбейді екен, есіктен көрдім, болды. Андай әдейі өте алмайтын істеп қойған. Ең соңғы емес, негізі ең басы, бірақ санақ бойынша ең соңғы вагон 19-ші вагонда тұрмыз. Ойлаңыздар, 3-ші вагоннан 19-ші вагонға шейін 10-ші вагон жүріп келдім. Былай. Бітпейді ғына вагонда. Деп қоямын ғой. Сөйтіп бітті. 19 вагон, оған еще тағы почта вагоны бар, сонымен 20 вагон. Өте үлкен құрам кетіп тұрады. Қазір былай жасаймыз. Соңынан басына дейін былай жүріп баратын болам. И былай түсіріп көрсетіп болам. Пойыздың ішкі атмосферасын, пойыздың вайбын, АСМР дейміз, қалай. Бірақ енді қысқартып кішкене андай, қалай айтсам, клип сияқты көрсетем. Сол себепті жақсылап көріңіздер, сіздер үшін. Қостанай Алматы пойызы 2026 деп бастаймыз. Кездесуге де бір аға
тұрғаның біздің галереямызда тұр жаным. Бірге өткен қанша түн жарым, қасымдағы қызық жылдарың, құшағымда күліп тұрғаның біздің галереямызда тұр жаным. Адалым бақытым деп бағалағаным, кейде сені сағынғанымда суретіңе қарап қаламын. Достар, Аршалыда тұрмыз, мінекей. Вокзал ремонтта екен, ана жерде оның вокзалы. Астанаға 60 емес 50 шақырымдай қалды, мінекей. Ақмола облысы Аршалы ауданы, Аршалы деген шағын жер. Бұрын Вишневка деп аталған екен, кеңес одағы кезде сондай. Ташенов атамыздың туып өскен жері осы жер екен. Ташенов атамызды кім таниды? Қазақстанның жерін сатып алған кісі. Аршалыдан жүрдік, қазір сәл ғана қалды. Астана бірге, соңғы станцияны тоқтаймыз. Ла-ла-ла. Басқа вагондарды көріп қайттым, достарыма барып, командаластарыма барып. Енді қазір заттарым жинай берейін, я? Қазір мінекей, дәл қазір келіп тоқтадық. Болды, келдік, Астанаға түсеміз қазір. Мына затты түсірді, ё-ма. Бірінші жолда екенбіз. Как мне с ними играть, если могу пообщаться с ними? Ал ағайын, Астанаға аман есен жеттік. Астана вокзалында жөндеу жұмыстарына байланысты осы жерден шығып жатырық. Өте сәл қиындықтар туып жатыр. Затым да көп екен. Енді ең басты Астанаға жеттік. Достар, шығарылымға лайк басып, қолдап отырыңыздар. Шығарылымды осы жерден аяқтайық. Дұрыс болып тұр.